тапсырмасы элементтер мен функциялары. Жарайды, олай болса сіздерді үй тапсырмасына сұрақ жауап түрінде алайық. Яғни сөйлейтін әдіс арқылы сіздерге байланысамыз. Біріншіден сіздерге сұрақ қойып отырамыз. Әрқайсыларыңыз қолдарын көтеріп жауап бересіздер. Әрбір сұраққа бір балдан. Алдарыңыздағы бағалау парақтарынан, өздеріңіз бағалау парақтарынан бір белгіні көрсетіп қойып отырады. Белгілер. Келесі бізде ең алғашқы Қазақстан темір жолы. Орынбор Ташкент трассы. Темір жол көлігінің Қазақстандағы ұзындығы айкері 15 километр. Темір жол магистралы тасымалданады, шикізаттар тасымалданады. Оның ішінде қандай шикізаттар? Мұнай. Автомобиль көлігінің жолаушы тасымалы қанша пайызды? 80%. Қазақстандағы ұзындығы Қазақстандағы ұзындығы 90 километр. Автомобиль жолдарының ұзындығы бойынша бірінші орында дүниежүзі бойынша жігіттер дүниежүзі бойынша қай ел? ақш. Дұрыс. Әуе көлігі жолаушы тасымалданады қанша пайызбен? Ақмөрі 50%-мен тасымалданады. Ең ірі әуежай қолдана? Ең ірі әуежай Хитроу. Қайда? Орналасқан Хитроу? Америкада. Құрама Штаттарында. Жақсы. Құбыр жолы арқылы тасымалданады. Не тасымалданады? Құбыр жолы арқылы бізде мұнай. Айгерім шикізат тасымалданады. Қазақстанда газ құбыры ұзындығы қанша? Қазақстандағы газ құбыры 1017 километр. Қазақстандағы мұнай құбыры 6000 километр. Дүние жүзі бойынша құбыр көлігінің ұзындығы айгерім 2 миллион. Жақсы, жарайды. Енді бізге экономикалық инфрақұрылымның элементтер бойынша сөйледік. Енді біз экономикалық инфрақұрылым бойынша сөйлейікші. Бізге сурет бойынша сауда айналымы, банк, аукциондар, еңбек биржасы және ұлттық валюталар. Банктерді қалай түсінуші едік? Экономика саласы бойынша. Банктер ақша айналымы жүреді. Бізде банктер және банктік емес ұйымдар бар. Банктік емес ұйымдарға не жатқызушы? Ломбард, микро несие беру орталықтары. Және ұлттық валюталар қалай айтамыз? Сатып алу ұйымында. Аукционда бізде аукцион қалай жүзеге болады? Атында келсек, осы үй тапсырмасы экономикалық инфрақұрылым элементтерінде көлік жүйелерін жатқыздық және сауда айналымдары. Бізде сауда айналымдарындағы сауда айналымы, ломбардты, банктік емес банктік ұйымдарды жатқызған болады. Сіздерге жауаптарыңызға бір белгіден бағалап отырыңыздар. Енді жаңа сабақта ой қозғау бойынша мына суретте не көріп отырсыздар сіздер? Не өндіріп жатыр? Мұнай өндіріп жатыр. Өндіруші. Мына жерде заводтар, фабрикалар, яғни бұл жерде өңдейді бізде. Келесі бізде қызмет көрсету саласы. Жақсы, жарайды. Енді сіздерге айтыңыздаршы, экономика дегенді қалай түсінеміз? Жалпы өздеріңізше. Экономика дегенді қалай түсінеміз? Қоғамның шектеулі шикізат, пайдалы қазбалардың барлығы телевизордан тауарлы, яғни ол сату. Жақсы. Бүгінгі күнді 8 сәуір жаңа тақырып
сабақтың тақырыбы дүниежүзілік шаруашылықтың салалық құрамы, өндіруші, өңдеуші және қызмет салалары. Бізде оқудың мақсаты өндіруші және өңдеуші қызмет саласы шаруашылық түрлерін жіктейді. Сабақтың мақсаты шаруашылықтың түрлерін жіктеп, оларға талдау жасау. Сіздерге бейнематериалдар көрсетіп алайын бірінші. Содан кейін біріншісі өндіруші өнеркәсіп. Бұл құрылыс материалдарын өндіру, ағаш дайындау, энергетикалық шикізат алу салаларын қамтиды. Екінші топ өңдеуші өнеркәсіп. Ол қара және түсті металдар, қақтама машиналар мен жабдықтар, химиялық өнімдер, цемент және басқа құрылыс материалдарынан ағаш өңдеу, жеңіл өнеркәсіп пен тамақ өнеркәсібі өнімдерін өндіруден өнеркәсіп бұйымдарын жөндеуден құрылады. Өнімнің бір тобы түгелдей А тобына станоктар, өнеркәсіптік тракторлар, жабдықтар, қара және түсті металл кентастары, минералдық тыңайтқыштар жатады. Екінші бір түрлері түгелдей Б тобына тігу, тоқыма бұйымдары, нан, тоқаш өнімдері, тағамдық, балық өнімдері, жиһаз, тоңазытқыш, телевизорлар жатады. Бейнематериалдарда ең көбісі не тыңдадыңыздар? Өндіруші deyip отырғанымызда не өндіруші екен ол жақта? Шикізат өнімдерін, иә? Өңдеуші де, өңдеуші deyip азық-түлік және қызмет көрсету саласы дедік, иә? Олар қызмет көрсету саласы не жатады? Туризм салалары, иә? Жақсы, жарайды. Яғни шаруашылық саласы дүниежүзілік экономиканың құрастыру бойынша, флеш-плат бойынша, ғалымдардың зерттеу бойынша дүниежүзілік экономиканы 3 салаға бөліп қарастырған. Біріншіден бізде өндіруші, өңдеуші және қызмет көрсету саласы деп қарастырған. Өндіруші өнеркәсіп деп отырғанымыз бізде әртүрлі шикізаттарды өндіреміз, иә? Мысалға бізде Атыраудан мұнай аламыз, иә? Атырау, Маңғыстаудан мұнай аламыз. Яғни бізде ол өндіріледі. Бұларға өндіруші өнеркәсіптерге энергия өндіру, пайдалы қазбаларды өндіру, ағаш дайындау, орман шаруашылығы, балық аулау, жабайы аң құстарды аулау жатады. Мұнай өндіру, яғни Атырауда және бізде Маңғыстауда бар. Өндіруге сонымен қатар көмір, Қарағанды, көмір, екібастұз көмір алқаптары бар, яғни бізде бұл жақта өндіреміз. Келесі бізде өңдеуші өнеркәсіп, яғни шикізатты, өндірген шикізатымызды аламыз, оларды шикізатты жартылай өнімдерді өңдейміз, қайта өңдейміз, фабрика заводтарда өңдейміз. Бұларға біздер машина жасау, металлургия, түсті металлургия, жеңіл өнеркәсібі, тамақ өнеркәсібі, яғни жеңіл өнеркәсіптердің ішінде тоқыма, тігін, осы жеңіл өнеркәсіпке кіреді. Бұлар бізде енді шикізатты өндіріп алдық қой, енді өңдейміз. Бұл бізде Атырау, Павлодар, Шымкент мұнай өңдеу зауыттары бар, Атырауда, Шымкентте және Павлодарда мұнай өңдеу зауыттары бар, яғни оларда. Күрішті бірден біз саудаға шығармай, олар бізде бірінші өңдейді, өндіріп алғаннан кейін бізде өңдейді зауыттарда, яғни Қызылордада күріш өңдеу зауыты бар, содан кейін барып қызмет көрсету аясына жіберіледі. Яғни қызмет көрсету аясы бұнда енді біз есеп жүргізіледі, өнімдерді алғаннан кейін өңдедік, өндірдік, енді оны саудаға шығару үшін біз есеп беріледі. Сол бойынша қызмет көрсету саласы өндірісі емес сала бұл, бірақ бізде бұларға ғылым, білім беру, денсаулық сақтау, туризм салалары жатады. Өндіруші сала, өңдеуші сала, қызмет көрсету саласы дегеніміз не екен? Сонымен өндіруші сала деп не айтамыз? Кәдімгі бірінші топ өндіруші сала болыңыздар ма? Не түсініңіздер сіздер өндіруші? Өндіруші саласы, яғни шикізаттарды өндіреді. Өндіреді. Сіздер өңдеуші сала? Шикізатты өндіріп, жартылай етіп, қайталай, sonra бастап өндіріп. Сіздер қызмет көрсету саласында жетті? Яғни қызмет
көрсету деген өзі білім беру, яғни біреуге қызмет көрсету деген сияқты болып келеді. Ары қарай бізде топтық жұмыс жасайық. Және тақырда қолданып пайдаланыңыздар. Мен 3 минут уақыт берейін. Қайсысы дәнешек дейсіздер. Жалпы 3 балл болады, топтар бірін-бірі бағалап жүреді. Дискриптивада қараңыздар. Бірінші анықтайсыздар, түптейсіздер, талдайсыздар. Жалпы 3 балл. Сіздерде де қызмет көрсету саласы бойынша. Мынау аударыңыз. Экономикалық салалар негізінен 3 сектордан тұрады, яғни олар өндіруші, өңдеуші, қызмет салалары. Соның ішінде өндіруші өнеркәсібі бұл жер қойнауынан су мен ауа, орманнан ауа түрлі алынған шикізаттардың барлығын өңдеу арқылы өңдеуші саласына жіберу. Тасымалдау, ауыл шаруашылығы, балық және орман кәсібі. Және де жабайы аңдар мен құстардан аулау. Бұл шикізаттар өндірілетін қалалар Қарағанды, Қызылорда, Шымкент, Атырау, тағы басқа қалалар. Сол қалаларда өндіріледі. Қарағандыда не өндіреміз? Сол Қарағандыда Қарағанды, Шымкент, Атырау, Қызылордада күріш өндіріледі. Қарағандыда Жалпы машина жасау, металлургия және химия бірінші топ тыңдаймыз. өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп және олардың ішінде цемент және кірпіш жасау кіреді. Жылдары осы ғалымдардың зерттеулерінен кейін қалыптасқан болатын. Яғни біздер өңдеуші салаларына машина жасау, азық-түлік, тоқыма, киім өнеркәсібі, фармацевтика, металл өңдеу және тағы да басқа салалар. Қысқаша айтқанда, өңдеуші бұл табиғи немесе өндірістік шикізат өңдеуге пайдалануға дайын сала. Және өңдеуші шикізатты өңдеп, дайын немесе жартылай дайын өнімге айналдыратын сала. Яғни ол тамақ өнеркәсібі және тағы басқалары. Мысалы, металлургияға, оның ішіне Теміртау, Өскемен, Жезқазған, солардың ішіне металлургияны жасап шығарады. Қызметтің білім беру, туризм, денсаулық сақтау деген сияқты бөлінеді. Сонымен қатар бұлар яғни қызмет көрсету, ол заттың нысаны сипатына ие болатын және де тұтыну құны, еңбектің заттың өніміне өзгеше түрде нақты еңбекті пайдалы нәтижесі болып келеді. Және де ол материалдық емес және де материалдық болып бөлінеді. Қызмет көрсету аясында ұйымдарға, кәсіпорындарға немесе жеке тұлғаларға көрсетіліп отыратын алуан түрлі қызметтерді қамтиды. Алдарыңызда жетон берілмеді ғой, қанша бересіздер? Бірінші топқа, екінші топ, тез-тез. Қанша бересіздер? Жоқ,
балдан берсеңіздер, 3 балл еді. 3 балл қанша балл бересіздер? Жалпы максималдық балл 3 балл деген. Жоқ, тақырып маңызды. Сіздер бір үшінші топқа бересіздер. Үшінші топқа беріңіздер. Қанша? 3 балл. Жарайды, 3 балл. Не себепті 3 балл берді осыда? Кемшіліктер жоқ болды ма? Түсіндіре алды. Мамынан ашты ма? Қызмет көрсету саласын ашты ма? Сіздер бірінші топта. Қанша бересіздер? 3 балл. Сіздер барлықтарыңызға 3 балл. Барлықтарыңыздың бәрін ашып, жіктеп қалдарыңыздар. Алдарыңызға кескін картамен таратылады. Жұп-жұбымызбен орындаймыз. Шартты белгілерді пайдаланып, саласын кескін картаға белгілейсіздер. Жалпы 3 баллды қарастамы, жалпы максималды балл 3 балл. Теміртаудағы металлургияның ірі кәсіпорындары. Арсенбор, Металл. Қазақстандағы ең ірі мыс комбинаты. Қазақ мыс. Қызмет көрсету саласына шартпайтын мамандық. Өндіруші өнеркәсіп саласына жататын мамандық. Шахтер. Өздеріңіз бойынша бағалау қарақтарыңызға жауап бергендеріңізге 1 баллдан белгілейміз. Жақсы, олай болса, бізде жалпы дүниежүзілік шаруашылық жүйесіндегі салаларды неше топқа бөлдік соны білесіз? 3 топқа бөлдік. Экономика қандай салаларда біріктірді? Дамыту, тағы әлеуметтік жағдайын жақсарту, сол елдің жағдайларымызды қоя байланыс беріңіздер. Сол жерде кері байланыстарыңызды жазып өтсеңіздер. 55-56 тақырыпты оқисыздар және өз өлкемізде дамыған өндіруші, өңдеуші, қызмет көрсету салаларының даму деңгейіне тұжырымдама жасайсыздар.